Қайырлы күн, құрметті жақсыларым. Бүгін міне 19 наурыз. Бүгінгі 3-ші сабағымызда мен вокалисттің алғашқы таңдайды қалай көтеру керектігін үйретемін. Және бүгінгі 3-ші сабақта мен бұл таңдай туралы түсіндірмелік жұмыс жүргізгім келіп тұр. Вокалисттің даусының ерекше қалыптасуының тағы да бір бағыты бұл таңдайды дұрыс көтеру. Зевок деп айтамыз, купольный пение деп айтады вокалистерде. Купылыңды жақсы көтер деп айтып жатады ұстаздар. Сол купылдың дұрыс көтерілуін бірінші ұстаз тректен кейінгі қойылатын жағдай ол купылдың дұрыс қойылуы, таңдай қуысының дұрыс көтерілуі. Бұл таңдай қуысы біздің ата-бабаларымыздың өзі де айтып кеткен ғой, жез таңдай әнші деп. Сол таңдайдың дұрыс көтеріліп, дұрыс бағытталуының барысында ғана вокалист жақсы маскадегі өзінің табиғи тембрін анықтап ашып айта алады. Бүгінгі сабағым осы купол туралы айтқым келіп тұр. Әзірге осы басындағы сабақтарды бірыңғай түсіндірмелік бағытта сіздерге түсіндіргім келіп тұр. Ауызша өстіп сөйлеп, потом кейінірек мен сіздерге распевка арқылы да көрсететін болам. Бірақ басындағы осы сабақтарда тек сіздерге 4-5 сабағымды түсіндірмелік бағытта жүргізгім келіп тұр. Өйткені вокалистке жақсы, ұстаздан жақсы, қарапайым тілмен келген баланы шошытып алмай, енді бізге жан-жақтан келеді ғой, ауылдардан келеді, аудандардан келеді. Кейбір балдар вокальный пениенің, академический пениенің не екенін білмей келетін де балдар бар, мысалға да. Барлығы эстрада ән айтып келеді деген сияқты. Сол кезде баланы шошытып алмай, осы классикалық бағытқа үйрету үшін баламен жай сөйлесу арқылы, жай осыны қарапайым тілде түсіндіру арқылы дауысты жаймендеп қоя бастаймыз. Кешегі 2 сабағымда айттым, мен тректі қалай қоюымыз керек, қалай қалыптастыруымыз керек, сол жайлы, тректің түрлері жайлы айттым. Сол сияқты баланы енді тректі түсіндіріп алғаннан кейін, оған әртүрлі жаттығулар, үй тапсырмаларын бергеннен кейін бала өзі дыханиемен, деммен жұмыс жасай бастайды. Ұстазбен де үйде өзінің үй жұмысында да тапсырмалар береміз. Кішкене распевкалар береміз. 1-2 дыбысқа арналған, сол дыбысты ұстап тұруға, сол тректі ұстап тұруға арналған жеңіл распевкалар бар. Солардан бастаймыз. Енді қазіргі бүгінгі сабақта мен осы таңдайдың дұрыс көтерілуін мен айтқым келеді. Вокалисттің ең бірінші осы вокалисттің таңдайы дұрыс көтерілгенде ғана мықты вокалист болады деп айтылады негізінде. Вокалисттің таңдай қуысының дұрыс көтерілуі мұрын астындағы жаңғырықтың астынан тірелген тректің арқасында келіп, күш ауыз қуысының ішінен, әр жағынан, кішкентай тілдің жұтқыншағынан, әр жағынан, өкпе жақтан келіп, сол тыныс арқылы келіп, мынау біздің вокалистер, біз айтамыз, осы треугольниктен айырылма, осы сенің микрофоның деп айтамыз. Негізінде бұл өте дұрыс айтылған, өйткені бұл бізге дейінгі қаншама мықты ғалымдар, мықты осы вокал саласын зерттеген қаншама жазушыларымыз бар. Сол шетелдік және осы орыстар, мысалға кезінде мықты жазушылар осы вокал саласын дамытып, зерттеп, дыбыстың колебаниясына дейін зерттеген, таңдайдың дұрыс көтерілуі, тректің дұрыс қалыптасуы, адамның сезінуі, оның барлығын уже зерттеліп тасталған бұл үлкен ғылым негізінде.
бірақ енді біз сол мамандықты оқып жатқаннан кейін бізде көбінесе практикалық тұрғыда өтеді. Ол кісілер жазбалық, теориялық тұрғыда жазып кетсе, біз вокалистер соны насихаттаушымыз, жеткізуші. Оны біз өзіміздің шығармашылығымызда қолданамыз. Осы колледжде де оқыдық біз, университетте де оқыдық, магистратураны да оқыдық. Осы бағытта, осы вокалисттің вокалдық өнер деген мамандығы бойынша оқып бітіргенбіз. Енді бұл вокалисттің нағыз даусының ерекше қалыптасуының, осы айтып тұрмын ғой, куплдың дұрыс қойылуына байланысты, табиғи әдемі тембрінің шығуына, жеңіл әрі тамаққа қысым көрсетілмей айтылуындағы шеберлік, бұл о бастан жақсы мұғалімнің, білікті ұстаздың осы куплды, таңдайды дұрыс көтеру нормасын үйрету. Оны қатты көтеріп жіберсе де болмайды. Қатты көтеріп жіберсе ол таңдай қысылып, әр жағындағы глотка қысылып қалады. Сол үшін біз таңдайды еркін, зажатостьті алып тастап, еркін бір нәрсеге, мысалға бала келеді ғой, білмей келеді да, сол кезде біз балаға түсіндіреміз. Мысалға бір нәрсеге таң қалғандай болшы. Таң қаласың ғой, мысалы, ойбай деп таң қалдырып үйретеміз. Таң қалу енді оған басында қиындау болады әрине. Одан кейін енді жеңіл осы өмірде, практикада жеңіл әрі оңай болсын деген біз бағытты ұстанамыз балаға. Сол кезде бала өзінің дыбысының, таңдайының дұрыс көтерілуіне біз жол көрсетеміз, ұстаз. Сол кезде айтамыз, мына таңдайды дұрыстап көтер. Таңдайыңның ішінде жаңағы ыстық картошка жабысып қалғандай болсын деп те түсіндіріп жатамыз. Баланың көз алдына елестету арқылы, сезіндіру арқылы, мына таңдайыңды көтерші, кәдімгі деп таңдайыңа ыстық картоп жабысып қалды мысалға. Одан кейін есінегендегідей деп табиғи нәрсе, кәдімгі есінейсің ғой өзің ұйқың келген кезде, мысалға апа мен ұйқым келіп тұр деп таңдайды автоматически таңдайдың көтерілуін, табиғи көтерілуін де көрсетеміз. Солай осы таңдайдың дұрыс қалыптасуына түсіндіріп, баланы сол түсінгенін қайтадан сұрап, соны распевкада жеңіл дыбыс жаттығуларында, сол 1-2 дыбысқа арналған жаттығуларда, 1 дыбысқа арналған жаттығуларда таңдайды көтерткізіп, жаңағы есінегендегідей, таң қалғандағыдай деп балаға үйрету арқылы, көзіне елестету арқылы, өзін сезіндіру арқылы сол таңдайды көтеруге тырысамыз. Ол таңдай бірден көтеріліп қоя қоймайды. Өйткені бұл өте қиын позиция. Бұл дыбыстың, кейінірек айтқанда, бұл дыбыстың позициясы деп айтылып кетеді. Өйткені осы таңдайды көтеру арқылы біздің звуктың стойкасы пайда болады. Ол стойка төмендегі тректен бастап, мынау таңдайға дейінгі жаңағы жылғымен тартып қойғандай деп біз енді балаға түсінікті болсын деген мақсатта әртүрлі жеңіл сөздерді, терминдерді күнделікті қолданыста, сабақ барысында қолдана береміз. Сезінсін, көрсін, білсін деген сияқты. Сол кезде түсіндіреміз балаға, мына тректі, демді алып тіреп тұрып, таңдайды көтеріп ұстап тұр. Екеуін бір дыбысқа бағындырып, сол бір дыбысты ұстаймыз. Мысалға, бір дыбысты алып, деп сол таңдайды көтерткізіп, бір дыбысқа жаймен ғана деммен шығаруды үйретеміз. Ол бірден әрине балаға оңай емес, әрине өте қиын, но бірақ соны жаймен деп түсіндіру арқылы, жаймен деп көрсету арқылы өзімізде көрсетеміз. Сөйтіп баланың таңдайын жаңағы есінегендегідей, таң қалғандағыдай, аузыңа ыстық картошка жабысып қалғандай, одан қалды аузыңның ішінде домалақ жұмыртқа тұрғандай деген сияқты, сондай сезінулерді, көз алдына елестетулерді, енді біз ол таңдайдың ішінде болып жатқан жағдайды бірінші курстағы балаға айтып түсіндіргенмен, ол миына көп информация болады да,
бала көп нәрсені шатастыра беруі мүмкін. Сол үшін біз постепенно өзінің реттілігімен үйретуге тырысамыз.